миндалевый ұнды және де сахарный пудраны ұн илегіштен өткіземіз. Мінекей ұн илегіштен барлығын өткізіп алдық. Енді біз мұнда белогымызды саламыз. Және лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Мінекей, жақсылап араластырып алдық. Енді осы кезде біз өзіміз ұнатқан түсімізге бояп алсақ болады. Бүгін бізде күлгін түс, яғни розовый түс болады. Бояғышымызды аздап саламыз. Бізде қызыл бояғыш. Сіз өзіңіз қалаған ұнатқан түсіңіз қоссаңыз болады. Енді жақсылап араластырып шығамыз. Мінекей боялды. Енді бұны алып қоямыз. Мұнда суымыз бар аздап. Суға қант қосамыз. Енді отта сироп жасайтын боламыз. Мінекей отқа қойдық. Қантымыз толық ерігенше араластырып сироп жасайтын боламыз. Белогымызды миксерлейміз. Мінекей біздің сиропымыз дайын. Енді біз оны белокқа құйып отырып миксерлейміз. Енді осы екі смесімізді бір-біріне біріктіреміз. Ол үшін біз бірінші белогымызды саламыз, араластырамыз. Енді қалған белогымызды саламыз. Енді кондитерский мешогымызға саламыз. Протеиндарымызға құйып шығамыз. Және менде аздап артылды. Оны мен андай бос жерлерге құйып шығамын.
Енді аздап бір-екі ұрып аламыз. Біз бетінде мынандай тамшы болғандар болмау керек. Бір қалыпты мынандай состояниеге келу керек. Біркелкі беті тегіс болу керек. Біраздан соң өзі біркелкі тегіс болады, оған дейін күтеміз. Енді макарон тұстарымызды бөлме температурасына жарты сағатқа қойып қоямыз. Беті аздап тегістеліп, әрі құрғақ болу үшін. Бетін ұстаған кезде мынандай жабыспайды қолға. Міне, көрдіңіздер ме? Осындай болғанға дейін бөлме температурасына қойдық. Енді қызып тұрған пешімізге салатын боламыз. Басында 150 градусқа қоямыз. Мінекей менде 150 градуста тұр. Одан кейін 15-20 минуттан кейін 110-120 градусқа түсіретін боламын градусын. Макарондарымыздың кремін дайындауға кірісеміз. Бізге ол үшін шоколад және де сливки қажет. Біз сливкимізді микроволновкада жылытамыз. Енді ыстық сливкимізді біз шоколадымызға құямыз. Және де жақсылап араластырамыз. Шоколадымыз толыққанды ериді енді. Біздің шоколадымыз толық еріді. Енді бұны кондитерский мешогымызға құямыз және салқындатып қоямыз. Біздің креміміз салқындады. Енді біз бағана байлаған басымызды шешіп аламыз. Біз макарондарымызды тең-тегімен жасастырып қойған болатынбыз былайынан. Енді оларды біріктіріп шығатын боламыз. Ол үшін біз кремімізді құямыз. Және бетін саламыз. Мінекей біздің макарондарымыз дайын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз.